الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті ағалар, құрметті бауырлар, апа қарындастар, ең бірінші әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтамыз. Екіншіден сүйікті ардақты болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтамыз. Алла Тағала осы қасиетті жұма күні тілеп жатқан тілектерімізді, дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Иманымызды кәміл етсін. Ең маңыздысы, құрметті ағалар, намаздарымыз қабыл болып, Алла Тағала разы болғандардың қатарынан болайық. Сосын ең маңыздысы одан да жоғары имандан бас тартпайық. Иманға қарсы шықпайық. Имансыз болып өтпейік. Әрқашан әр кезде өміріміздің бейнетінде, зейнетінде иманмен бірге болайық. Өйткені имансыз қоғам ол дамымайды. Имансыз қоғам алысқа бармайды. Имансыз болған қоғам бұл айтқанда не қылады? Адасады, шатасады. Кеңес одағы бәрі жақсы болды. Бәрі тамаша болды. Совхоз болды, колхоз болды, коллектив болды, все общее деді. Бірақ оларда не жетіспеді? Имандылық болмады. Имандылық болмағасын не қылды? Түбі октябренок болдың, пионер болдың, комсомол болдың, коммунист болдың, түбі құрыды да кетті. Дәл сондай имансыз болған қоғам күндердің бір күніде не қылады? Құрып кетеді. Қазіргі уақытта, құрметті жамағат, исламдың жаулары бізге, әсіресе намазхандарға, исламға, Құранға, Мұхаммедке, қажылыққа, біздің құлшылықтарымызға шабылуды жасап жатыр. Таңертеңнен кешке шейін өздерінің жоспарлары бар. Қазан айында қажылық туралы жамандаймыз. Қараша айында мешіттер туралы жамандаймыз. Желтоқсан айында және бір тақырып табады. Сөйтіп 12 айды бөліп алған. Барлығына кінәлі кім болады? Ислам діні. Барлығына кінәлі кім болады? Мешіттер болады. Мына бір видео жүргізіп айтады. Бұрын дейді, мысалы ажең айтса дейді, көршің көмір түсірсе дейді, көрші не? Мамаң айтады дейді, не жатырсың? Бар көршіге бар көмектес. Көмір түсірді. Орныңдан тұрасында жүгіріп барасың дейді. Ал қазір дейді, бармайды дейді. Қазір бармайды дейді. Сонда дейді бізде 3000 мешіт бар дейді. 3000 мешіт бар дейді, қазір бармайды дейді. Бұрын дейді мешіт болған жоқ дейді, барады дейді. Көрді? Кінәлі кім болып тұр? Типа мешіт болып тұр. Мешіт кінәлі болып тұр. Аузу билля, Құдай сақтасын. Мешіт немене адамды жамандыққа шақыра ма? Немесе адамды қатыгездікке шақыра ма? Немесе адамды былай айтқанда адасушылыққа шақыра ма? Мешіт адамды тек қана жақсылыққа шақырады. Олардың идеологиясы қандай? Барлығын алып келеді, мұсылмандарға тірейді. Бәріне кінәлі мұсылмандар, бәріне кінәлі Мұхаммед, бәріне кінәлі Құран, бәріне кінәлі одан да жоғары аузы білә кім? Алла кінәлі дейді. Егер қазақ дейді, тәңір деп жүргенде дейді, біздерді не қылушы еді дейді, қойдың үстінде бос торғайтын, жұмыртқалайтын уақыт болушы еді дейді. Исламдың артында біз дамымай жатырмыз дейді. Міне, ана күні қажылыққа барған бір кісі шықты. Ютубта жүр, бір-біріне лақтырып жатыр. Комментарий деген, горячий комментарий. Дұрыс айтады. Неменесін дұрыс айтады? Мен қажылыққа бардым. Ана шайтанды көрмедім, пайтанды көрмедім. Ана жерде бір не? Бизнес. Ана $300, мына $500, ана $100. Теңізге алып барды, адамдарды ауыртты. Құдай сақтасын, аузы білі. Барғың келмей ме? Барма. Кім сені мәжбүрледі? Әйел кісі жіберді. Мен анау тойымда дейді, балдарым маған подаркаға берді дейді. Барып кел умраға, қажылыққа деп. Бәрі дейді, святой, не дейді ана? Святоша болу үшін қажылыққа барады дейді. Аузы білі. Адам баласы қажылыққа барады, святой болу үшін емес. Сен қажылыққа барасың, ең бірінші, ең соңғы Алланың разылығын алушыға барасың. Парызыңды орындауға барасың. Бітті. Егер сен ақмақ барсаң, мен святой болып келем, мен әулие болып келем десең, аузы білі. Бұл айтқанда, басы істемейтін біреудер, сен святой болып келмейсің. Сен егер о жерде барлық нәрселерді орындасаң, сен үйіңе не болып қайтасың? Қажылықтан жаңадан туылған сәби сияқты болып қайтып келесің. Бірақ ол өзіңе байланысты. Анау ғалымдар айтады, қажылық шақырған кезде 3 түрлі болады дейді.
Алла шақырады дейді, Мұхаммед шақырады дейді, шайтан шақырады дейді. Сен қайсы үшінен, біреуінен барасың? Біреулер бар міне. Баласы бишара әкесіне жақсы көреді, путевка алып береді. Баршы қажылыққа, барыңызшы. Анаңызды жібересіз, қажылыққа жұмсап. Ал әкеңіздің жүрегі жабық. Анаңыздың жүрегіне иман кірмеген. Барады, гостиницаға жатып алады. Күн ыстық екен, 50 градус, давлением көтеріліп кетті. Қарны ашты. Мынау су, немене мынау су? Нормально су әкеліңдер маған. Анау әкеліңдер, мынау әкеліңдер. Құдай сақтасын. Сен Алла Тағала саған ақыл берді ме, сана берді ме, сен ойлану керек. Сондықтан да құрметті жамағат, мен бұны не үшін айтып отырмын? Бұны 1 сағат айтуға болады. Бірақ бұл жердегі мақсат, яғни исламдың жаулары шабылуын жасап жатыр. Олар бұл шабылуды күнден күнге күшейтеді. Запомните. Күнден күнге күшейтеді. Сол кезде Алла Тағала бізді сынақтан өткізеді. Сол кезде сенің иманың сынақтан өтеді. Кеңес одағында партийный школа болды. Партком болды. Таңертеңнен кешке шейін айтатын, Құдай жоқ деп. Сол кезде біздер Құдай жоқ деген қоғамда біздің ата-бабамыз сынақтан аман есен өтті. Діннен бас тартқан жоқ. Алла Тағалаға тіл тигізген жоқ. Ла иляха иллаллахны жүрегінде сақтап жүрді. Соңында кезеңнен өттік. Ал енді қазір уақытта бізге тәуелсіздік берілді. Мешіттерің ашық. Керісінше қазір бізде сынақ. Енді қандай сынақ? Алла Тағалаға шабылу. Алла Тағаланы жек көру. Ислам дінін аяқ асты ету. Ислам дінін құртқысы келеді. Сондықтан да осындай кезде, құрметті жамағат, біздің иманымыз берік болу керек. Иманымыз нық болу керек. Фитналар келеді қазір. Фитналар деген шабылады саған. Аудио келеді, видео келеді, статья келеді, WhatsApp пен любой нәрсе келеді. Егер сенде иманың нашар болатын болса айтасың, да, оказывается, действительно солай ғой жер. Және бір айтатын сөздер қажылықты. Не дейді? Арабтар дейді, қажылардың ақшасымен байып жатыр дейді. Ақмақ болған сөз. Ешқашан еш уақытта арабтар қажылардың ақшасымен байып отырған жоқ. Мына екі мешітті, Харрам мешіті, Мекке, Мәдинаны ұстап тұру үшін Саудияның мемлекеті қажылықтан түсетінден 3 есе артық өзінің бюджетінен ақша бөліп тұрады. Өйткені оны ұстап тұру оңай нәрсе емес. О сенің $100 мен сен о жерді ұстай алмайсың. Кемінде күніне оған, кемінде 2 харамды күніне қосқан кезде кемінде 10 мың, 15 мың доллар кетеді. Жұмыскерлері бар, тазалығы бар, анау не, былай айтқанда ыдыстары бар, одноразовылары бар. Сен өзің ресторанда бір кафені ұстайтын болсаң, қанша шығын кетеді? А о жерде 24 сағат тоқтамайды. Не замзам тоқтамайды, не ыдыс тоқтамайды, не одноразовый нелер, пакеттер тоқтамайды, жұмыскерлер тоқтамайды, тазалық тоқтамайды. Тоқтамайды. 1 сағатқа да тоқтамайды. А сен оны ұстап тұру үшін немене? Сен бардың бір $100 төледің, сонымен сен ұстай ма? Ол ақмақшылық. Сондықтан да ондай сөздерге сенбеңіздер. Ондай сөздер не? Былай айтқанда бізді ислам дінінен қайтару. Бізді не қылу? Ислам дініне жек көру, жек көрсету. Ал енді құрметті жамағат, бүгінгі біздің тақырыбымыз зиянды әдеттерден аулақ болу деген тақырыбы. Зиянды болған әдеттер қазір уақытта ол да бізде бір проблемный нәрселердің біреуі. 30 жыл бойы айтып келесің. 30 жыл бойы осыларды айтасың. Мына құлақтан кіреді, мына құлақтан шығады. 10 құлақпен естідің бе, жүрегіңе кіргіз. Мысалы, жаназаға барасың, айтасың. Жаназа уағыз айтасың. Міне өлім бар, өлім хақ, өлім шын. Ер кісілер мәйітті көтеріп қабірстанға барады. Апарып қояды, топырақ салады, бітті. Әңгіме. Біреу темекі тартып тұр, біреу анекдот айтып тұр, біреу саясат айтып отыр, біреу өсектеп отыр. Қабірда. Айтасың, ертең сен де өлесің. Мүмкін 1 минуттан кейін жүрегің тоқтап қалады. Не болады сонда? Айтады, молдеке айта бермеші дейді. Осы өлімді айта бересің, қажыттыңдар дейді. Айтпа дейді. Сен егер өзіңді елестетпесең, 1 минутқа да қабырға барған кезіңде, мәйітті жерлеп жатқан кезде 1 минутқа елестетші. Ертең сені де осылай жуындырады. Ертең сені де осылай кебіндіреді. Ертең сені де сұп-суық болған жердің қойнына сені де жерлейді. Не боласың? Оны адам ойланбайды. Жоқ, керегі жоқ дейді.
Керегі жоқ дейді. Мен бітті, ол айтады, не? Ол жаман нәрсе дейді. Жаман нәрсе емес. 24 сағат ойлама, өлем деп жүрме, әрине. Қабір деп. Бірақ қабырға барған кезде әрбір орындың өзінің талабы бар. Асханаға келетін болсаң, тамақ ойлайсың, тамақ жейсің. Ана кинотеатрға барсаң, кино көресің, тамашалайсың. Қабірстанға барсаң, сен не істейсің? Сен тек қана есіңе өлімді түсіресің. Өйткенде күндердің бір күнде сен де осыған түсесің. Сондықтан да мына жаман әдеттер бізде бар. Әлі біздер онан арыла алмай жүрміз. Оны тастай алмай жүрміз, өкінішке орай. Солардың кейбіреулеріне тоқтайық. Ең бірінші, құрметті жамағат, біздер бір нәрсені түсінейік. Алла Тағала бізге адам баласына пайданы жақсы көреді. Адам баласына зиян беретін нәрсені Алла жек көреді. Оны алып тастаулыққа бұйрық береді. Оны істемеудікке бұйрық береді. Бірақ оны Алла жаратқан. Запомните. Жаман, күнә жұмыстарды Алла жаратқан. Бірақ не үшін жаратқан Алла Тағала? Бізді сынақтан өткізу үшін жаратты. Арақты кім жаратты? Құдай жаратты. Доңғызды кім жаратты? Оны шайтан жаратқан жоқ, ойламаңыздар, ол шайтан жаратты деп. Оны Алла жаратты. Қойды Алла жаратты. Сүтті Алла жаратты. Бірақ не үшін жаратады? Yani адамның ақылын ояту үшін. Қара, қайсын таңдайсың? Столдың үстінде тұр, арақ тұр, коньяк, вино. Мына жерде сүт тұр, шубат тұр, қымыз тұр, сүт тұр. Қайсын таңдайсың? Выбор за тобой. Бірақ арақты ішіп алып, сосын Алланы кінәлама. Алла маңдайыма жазды, негізі менің кінәм емес негізі. Мен аппақ періштемін, по идее. Ол бәріне кінәлі Құдай ол. Құдай мені итерді. Құдай сені итерген жоқ. Құдай саған ақыл берді, сана берді. Ойлан. Ақылды не үшін берді Алла Тағала? Біздің хайуандардан айырмашылық неде? Ақылда болады, құрметті жамағат. Сондықтан да зиянды болған әдеттерден деген кезде біздер ең бірінші екі нәрсені айтамыз. Жаныңа зиян беретін нәрсе, тәніңе зиян беретін нәрсе бар. Жаныңа зиян беретін нәрсе біз күнде айтамыз. Көре алмастық, қызғану, өсектеу, ғайбаттау, тіліңді сақтамау, көзіңді қорғамау, сабырсыз болу, біреулерге жамандық ойлау, жүрегің ауру. Міне, бұл жаныңа зиян береді. Сен спокойно отыра алмайсың, көре алмайсың сен. Анада болып бара жатыр. Неге ода бар екен? Жоқ, ода болмау керек. Тек қана менде болу керек. Міне, ішіңде өртеп бара жатыр. Бұл жаман әдет. Жүрегіңді ауыртып аласың. Өткен кездесуді біздер айттық. Жүрегіңді ауыртпа. Сырқат болып қаласың. Сосын бұл жерде екіншісі, бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның тәніне зиян беретін нәрсе. Адамның тәніне зиян беретін нәрселер өте көп. Бірақ көбі халал. Алла Тағала көп нәрсені бізге адал етті. Ал енді зиян беретін нәрсені Алла Тағала бізді одан сақтауға шақырды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді бір хадисында? Екі неғмет бар дейді. Көп адамдар осы екі неғметтің несін білмейді дейді? Қадырын білмейді дейді. Қадырына жетпейді дейді. Сонда ең бірінші не дейді? Денсаулық дейді. Денсаулық, құрметті жамағат. Денсаулыққа жететін байлық жоқ. Денсаулығың болса бәрі жақсы болады. Денсаулығың болмаса саған еш нәрсе керек жоқ. Міне барасың, дем саласың. Ауырып жатқан кісілер бар. Барсаң, байлығы бар, бәрі бар. Ол айтады, маған Құдай тек қана денсаулық берсінші дейді, молдеке дейді. Денсаулық берсінші дейді. Болды дейді, маған басқа еш нәрсе керек жоқ дейді. Қарашы, жаным, денсаулық. Сондықтан да ата-бабамыз не дейді? Денсаулық зор байлық дейді. Дені саудың жаны не дейді? Сау дейді. Денің сау ма? Көңілді боласың, энергичный боласың, жүгіресің, шапқылайсың, ақшаны ойлайсың, баланы ойлайсың. Денсаулығың болмайтын болса, нені ойлайсың сен? Таңертең тұрсаң айтасың, Құдай, маған денсаулық берші, аяққа тұрып кетейші. Менде бәрі дұрыс болсыншы деп. Сондықтан да денсаулықтың қадырын сырқат болмастан бұрын білу керек. Сондықтан да денсаулықты құртатын нәрселер ең бірінші қандай? Зиянды нәрселер. Ең бірінші біздер не дейміз? Бұл кең таралған қазір уақытта арақ ішімдігі. Арақ ішімдігі. Осы арақты көп айтады. Мысалы бұрын сіздер білесіздер, арақ неден жасалды деген кезде
қазір де солардан жасалады. Мысалы, арабтарда бұрын арақ жүзімден, құрмадан, бидайдан, арпадан және балдан жасайтын болған. Қалай, мысалы, бидай халал, жесең болады. Құрма халал. Біз ауызашарды құрмамен жасаймыз, пайғамбарымыздың сүннеті. Анау не? Жүзім, дәмді жүзім жесең энергияң көбейеді, іш құрылысқа пайда береді. Ал енді осы халал болған 5 нәрсені харрамға айналдыру оңай. Ол үшін сен не істейсің? Аштасың. Қоясың, аштасың, сөйтіп, пожалуйста. Любой нәрсені қойдың ба, ашиды. Ашыды ма, бітті. Ана Европада мысалы жүзім жинайды. Италия, Испания. Сосын погрептарға тығып тастайды. Дәунеге. Сосын саған сатады бір бутылка. Коньяк из города Бордо. 1899 год. Стоит $5000. Мәз болып алады. Ты что там? Бір ғасыр болған. Как будто оны ішсе, бізге замзам қалай болса, оларға сондай мәз саған. Аузы билля, Құдай сақтасын. Ол Алла Тағала харрам етті ме, оның әрбір нәрседе хикмет болады. Алла Тағала ашыған нәрселерді харрам етті ме, демек сен оған жоламауың керек. Оны қолданбауың керек. Оны ішпеуің керек. Одан сен аулақ болуға тырысуың керек. Сондықтан да арақ біздің шариғаттың үкімінде сіздер білесіздер. Ол харрам. Ол харрам. Харрам деген немене? Алла Тағала тыйым салған. Арақ туралы Алла Тағала 3 аяты бар. Яс'алунaka анил хамри вал майсир кул фихима исмун кабир ва манафиу линнас ва исмухум акбар мин наф'ихима. Бірінші аятында Бақара сүресінде Алла Тағала айтады. Сенден келіп арақ туралы сұраса, мас ететін нәрселер айт дейді. Арақта, құмар ойында, екеуінің пайдасы да бар, зияны бар дейді. Бірақ пайдасынан қараған кезде зияны көбірек дейді. Сондықтан да одан аулақ болыңдар, жақындамаңдар дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде дейді, арақ дейді, күнәлардың несі дейді? Шешесі дейді. Бір қысса бар, Бани Исраилдің бір адам сынақтан өткізген кезде шайтанға не қылады оған? 3 нәрсе береді. Үшеуінің біреуін таңда дейді. Адамды өлтіру, зінақорлық істеу, үшіншісі не болады? Арақ ішу. Сонда ойланады да қайсысын таңдайды? Арақ ішуді таңдайды. Арақ ішуді таңдайды. Неге? Өйткені ойлайды. Адамды өлтірсем күнә дейді. Зінақорлыққа істесем одан жаман күнә дейді. Ал арақ ішем болды дейді. Ничего страшного. Ұйықтаймын дейді. Какой там? Арақты ішетті, зінақорлығында жасайды, адамын да өлтіреді. Неге? Өйткені сен арақ ішетін болсаң, сен не контролируемый человек. Бізде не бывает там? Умеренный, радикальный алкаштар не бывает. О бәрі бір. Оны сен 100 грамм іштің ба, 500 грамм іштің ба, 5 грамм іштің ба, ол бәрі неде? Коньягі болсын, виносы болсын, Құдай сақтасын. Ана біреулер айтады, жүрекке пайдалы дейді. Перед сном нужно 100 граммов коньяка попить. Не вращение крови будет хорошо дейді. Аузы билля. Сенің оның орнына имбир іш. Оның орнына не қыл, бұл айтқанда сүт іш. Ақ нәрсе, между прочим, сүтті. Өте пайдалы. Айран іш. Өте пайдалы. Ондайларға сенбе. Потому что Алла Тағала харрам деді ме, Құдаймен ойнауға болмайды, құрметті жамағат. Алла Тағала барлық нәрсені білуші. Сондықтан да ең бірінші, осы арақ шараптан біздер алыс болуымыз керек. Арақ шарапқа біз жоламауымыз керек. Мына Бауыржан Момышұлының атамыздың айтқан сөзі бар екен. Адамды 3 нәрсе бүлдіреді дейді. 3 нәрсе құртады деген. Сонда не дейді? Ең бірінші арақ дейді. Екінші ақша дейді. Үшінші атақ дейді. Міне, арақ адамды құртады. Бітсін шығарады. Сосын ақша көбейген сайы кеудің ісіп кете береді. Уже сен танымайсың. Сосын үшінші не құртады дейді? Атақ дейді. Біздің анау красавчик, молодец он. Он супермен, он бэтмен деген сайын ісіп кете бересің. Бір күн жарыласың сосын. Құдай сақтасын. Алысқа бармай. Сондықтан да 3 нәрседен Бауыржан Момышұлы атамыз не дейді? Алыс бол дейді. Соның ең біріншісі не дейді? Арақ дегенден біз аулақ болуымыз керек. Екінші, біздер жоламайтын нәрсеміз, ол да проблема шылым шегу, темекі тарту. Қазір мысалы қарайтын болсам, мектептерде
6-шы, 7-ші сынып оқитын қыздар, ұлдар. Қандай темекіге өткен? Электронный темекі. Электронный темекі қоясың. Анау не? Банан, манго, апельсин. Ана табақтың иісі жоқ бұл жерде. Ана үйге кіріп келген кезде ойлайсың, мынау көшеден банан жеп кетті мынау. Или анау аузынан не шығып тұр? Ана апельсиндің иісі шығып тұр. Аузы билля, Құдай сақтасын. Ол ең жаман нәрсе. Мына электрондық болған темекі, бұл ең біздің балдарды құртатын бір пәле. Балаларыңызға қараңыздар. Немене айтып жүр, немене жеп жүр, немене тартып жүр, Құдай сақтасын. Ертең кеш болып қалмасын. Қатты қадағалау керек, құрметті жамағат, қатты қадағалау керек. Особенно әкелердің міндеті. Қазір жиналысқа барасың, мектепке, біз шақырады ғой кешке таман. Родительский собрание дейді. Барасың, ешкімге құпейміз. 30 баланың 25-і мамалары отырады ғой. Әкелер қайда? Да, там 3-й, 4-й, там жұмыста, андам. Сен өзің баруың керек. Сен өзің барды өз құлағыңмен тыңда. Сенің ұлың, сенің балаң қалай өсіп жатыр? Қандай сабақтарды істеп жатыр? Мама деген ол жұмсақ. Мамасы тыңдайды. Сосын анау не? Анау баласын ренжітпеу үшін, өйткені сен қаталсың ғой. Анау не айтты? Нормально деп айтты. Біздің баламыз алхамдулилля екен. Басқалар ұқсамайды екен. Әйтеуір жақсы екен. Жақсы болса болды дейсің, бітті. Контроль жоқ. Ал әкенің міндеті ең бірінші контроль жасау. Оны естіңіздеріңізді шығармаңыздар. Ең бірінші біз бала, қыз болсын, ұл болсын, Құдайдың алда ең бірінші ана жауап бермейді. Ең бірінші әке жауап береді. Әкенің міндеті. Әке қамтамасыз етеді, және тәрбиесіне де қарайды, құрметті жамағат. Сондықтан да шылым шегу, кейбіреулер айтады, шылым шегу ол макрух дейді. Тартай бер дейді. Ничего страшного дейді. Сосын қосып қояды. Абу Ханифа сказал дейді. По ханафитскому мазхабу это макрух. Ничего страшного. Аузу билля. Где сказал? В каком книге он сказал? Что это макрух? Типа ол жеңіл күнә да, короче. Арақ ішпе дейді самый главный. Темекі анда-санда ішсең, ничего страшного дейді. Ол болады деген сияқты. Құдай сақтасын, өз-өзіңді алдама. Темекі өзіңе зиян бере ме? Оған да жолама. Жақындама. Біздің Абу Ханифада кейбір шарттары бар. Харрам болу үшін Құрандан, хадистен дәлелі қатай керек. Бірақ это не значит, что это макрух анда-санда болады деген сияқты. Темекіні тартпа, балдарыңды қадағала. Егер темекі тартып жүрген болсаң, күрес, нәпсіңді жең, оған жол берме, міндетті түрде. Сосын үшіншісі не дейді? Одан да жаманы нашақорлық. Нашақорлық. Бірінші неден бастайды? Кальяндан бастайды. Между прочим, кальян да бір жаман бір пәле, білесіздер. Кальян деген арабтар шиша дейді. Ол да тоже ароматный. Тоже это дейді, ничего страшного дейді. Он помогает дейді. Снимать стресс дейді. Какой помогает атаң басы? Ничего не помогает. Наоборот, сен өзің зависимый болып қаласың. Құдай сақтасын. Кальян ең зияндығы бар. Мына бір ғалымдар зерттеген кезде не дейді? 1 сағат шегілген дейді, кальян дейді, 100 тал темекі шеккенмен тең болады дейді. Ойлап көрші. 1 сағат кальян тартатын болсаң, 100 темекі тартқандай боласың. Құдай сақтасын. Аузы білді. Темекі болсын, кальян болсын, жоламау керек. Оған жақындамау керек, құрметті жамағат. Демек, нашақорлық. Нашақорлық бұл да бізде проблема. Көп жастарымыз ең бірінші неден бастайды? Анау темекіге салатындан бастайды. Сосын кете береді. Кокаин болады, түрлер бар ғой, Құдай сақтасын, аузы білді, неше түрлі. Опиумға барады, сосын уколға барады, Құдай сақтасын, ол адамды адастырады. Неге біз соған алданамыз? Ол әртүрлі себептер бар, нашақорлыққа келетін. Оның әңгіме өте көп. Бірақ ол харрам болды ма? Жолама. Мүмкін бұл жерге мешітке қатысқандар жоламаса керек. Или болмаса, сен несің ба? Күндіз имам, түнде ивансың ба? Ондай болма, сен Құдайдан қорқсың. Ана біреуді бір жұма күні жұма намазына келеді, кешке таман қарасаң, ресторанда орда кальянды періп отырады. Көке, не істеп жүрсің? Да, там нормально дейді. Мен құлшылық еттім, я должен теперь отдохнуть дейді. Құдай сақтасын, намаз оқыған кісі ешқашан еш уақытта оған жоламайды, жақындамайды, оны ойламайды. Оның орнына сен жақсы бір нәрселерді ойлайсың, жақсы бір нәрселерді істейсің,
жақсы бір әдеттерге сен өзіңді тәрбиелейсің. Анау сенің проблемаңды шешпейді. Темекі болсын, арақ болсын, кальян болсын, анаша болсын, кокаин болсын. Ешбіреу сенің проблемаңды шешпейді. Наоборот, сені құл етіп қояды. Сен соған тәуелді болып қаласың. Соның айтқанында шықпай қаласың. Мысалы, нашақорлықтарды мені емдейді. Анау бітті, наркозависимый деген үйдегі любой нәрсені сатады. Любойды құлатып кетеді. Лишь бы не? Ақша табып, ана дозаны алу. Дозаны алмайтын болса не болады? Денесі дірілдеп, судорога басталады. Бұл не деген сұмдық бұл? Құдай сақтасын. Шайтанның нағыз құлы болып кетеді. Адасып кеткен. Сондықтан да Алла Тағала сондайдардан сақтасын бізді. Олардан біздер аулақ болайық. Сосын ең соңғы зиян беретін нәрсе. Бұл қазір уақытта зиянды болған әдеттердің біреуі, бұл не болып табылады? Құмар ойыны. Азартны игры. Құмар ойын. Лотерея бола ма, букмекерский контора бола ма, оның бәрі харам. Букмекерский контора қазір чемпионат мира басталады. Давайте ставки ставим дейді. Егер сен бір коэффициент қойсаң, 50 000 қойсаң, если твоя команда выиграет, ты возьмешь там, не знаю, 500 000. О, легкие деньги. Адам баласы ойлайды. Негізі мына құмар деген ойыны, Құран кәрімде Алла Тағала не деп айтады? Майсир деп атайды. Майсир дегені міне, жеңіл деген сөзден келіп шығады. Адам ойлайды, мен жеңіл ақша табам деп. Ақымақ. Ақша ешқашан жеңіл болмайды. Ақшаның қадірі қашан болады? Қашан сен адал еңбекпен оны табатын болсаң. Теріңді төгіп табатын болсаң, сен ақшаның қадірін білесің. Ал егер сен ойласаң, лотерея сатып алам, я везучий, я по идее. Меня всегда везет. Любой, когда иду, покупаю все. Лотерея обязательно я выиграю, потому что я везучий. Везучий, бір күні везучий болып шығасың. Ол саған пайда бермейді. Сондықтан да бұл жерде, мына әсіресе жастар, қазір жалқау. Жұмыс істегісі келмейді. Стройкаға барғысы келмейді. Еш нәрсе істегісі келмейді. Любит не? Легкие деньги. Простые деньги. Легкие деньги ищет. Легкие деньги не бывает. Ол пирамида болсын, ол аузубилля анандай неше түрлі сетевой маркетингдар болсын, анау құмар ойыны болсын, казино болсын, аузубилля ана несі, букмекерский контора болсын, ол бәрі Алла Тағала тыйым салынған нәрселер, құрметті жамағат. Сондықтан да біз өзіміздің пайдамызды ойланайық. Біреуге зиян жасамайық. Ең бірінші өзімізге зиян етудіктен біздер алыс болатын болсақ, иншалла нұрдың үстіне нұр болады, құрметті жамағат. Сондықтан да Алла дұға тілектерді қабыл етсін, бәрімізге иманымызды кәміл етсін. Уважаемый джамагат, сегодня у нас была лекция. Если на русском языке говорит, это вредные привычки. Ну, это не привычки, а вредные грешные дела. Вредные грешные дела. Некоторые на эти вещи смотрят безалаберно. И мы привели 4 из 3 видов этих грешных дел, которые сейчас распространено. Первое, это мы сказали, употребление спиртного. Как хочешь называй. Вино, коньяк, водка, спиртное. Употребление его, то, что тебя делает, опьяняет, это категорически в исламе запрещается. Никогда спиртное, водка не поможет тебе. Она не решит твои проблемы. Наоборот, она будет вредить тебе. Вредит твоему разуму, вредит твоему здоровью. И самое главное, вредит твоему карману. И ты должен отделяться от этого. Некоторые могут сказать, там, иногда будешь употреблять, это для тебя будет полезно. В исламе, если Аллах Та'ала сказал, фаштанибуху, не приближайтесь к спиртному, опьющим вещам, значит, мы не должны приближать к этому. И мы не должны думать об этом. Это первое. Всегда мы должны знать, что опьяняет, это харам, это недозволено. Второе, сейчас, настоящее мы, которые должны остерегаться, это употребление сигарет. К большому сожалению, много молодых парней употребляют сигареты, думая, что это макрух, думая, что это малый грех, что в этом никакого зазорного нету. Если анда-санда куришь утром, вечером, это вредит тебе. А то, что вредит тебе, Аллах Та'ала запрещает тебе. Если ты будешь употреблять
сигарету, новая марка вышла, как я сказал, электронные сигареты. Хуже. Среди молодежи, среди школьников многие интересуются электронными сигаретами. Нельзя этого употреблять. Нельзя к этому приближаться. Нельзя об этом думать. Наоборот, думай о хорошем, делай зикр. Употребляя сигарету, некоторые думают, употребил, все, уже стресс снялся. Какой стресс снялся? Никакой стресс не снялся. Какой он был, такой и остался. Просто у тебя фантазия пошла не туда. Ты был в земле, когда получил наркотик, ты пошел на Марс. Временно пошел на Марс. Но эта проблема, она осталась на земле. Она возле тебя, она не решилась. Поэтому остерегайся. Третье, мы сказали, это наркотики. Возьми каких из видов, кокаин, там, не знаю, анаша. Они все запрещенные, құрметті жамағат. То же самое, как я сказал, кальян. Арабы называют кальян шиша. Употребляют там, пойдешь в Египет, пойдешь в Эмират, там, там, не вопрос. Любой аромат есть. И некоторые, вот в Арабистане употребляют. Ну и что? В Арабистане вчера Хэллоуин, это как называется? Хэллоуин отметили. И что, мы должны отметить, что ли? Все мы должны одеться и говорить, Хэллоуин, поздравляем? У тебя есть разум. Куда сахтазм? То, что запрещено, это везде запрещено. И всегда запрещено. Запомни одну вещь. И не приближайся к этому. Некоторые там хотят тебя сказать, вот там это в Арабистане есть, там, в Эмиратах, там, почему нам тоже будет? Они тоже мусульмане же, они тоже в мечеть ходят, между прочим. Куда сахтазм? Но это неправильно. И самое последнее, которое я хотел сказать, это азартные игры. Азартные игры. Сейчас у нас в настоящее время азартных игр очень много. С каждым годом их форма меняется. Но мы не должны думать, что вот я поставил ставки или купил лотерею, все, я выиграл какую-то сумму, все, я не отдам кредит, отдам там, с долгами расплачусь. Это все фантастика, құрметті жамағат. Поэтому остерегайтесь. Азартные игры – это самая плохая вещь. Я видел некоторых парней, работает нормально, не курит, не пьет, но азартный игрок. Получает зарплату, идет сразу туда, ставки ставит. До того он пошел, хотел продать, не поставить свою квартиру. Успели его поймать в это время. А если бы он отдал бы это, что было бы? Куда? Никому ничего не докажет. Поэтому то, что вредно, құрметті жамағат, Аллах Тағала нам запретил. Мы не должны к этому приближаться. Сондықтан да, құрметті жамағат, Аллах Тағала дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін, бәрімізге хидаят берсін, ислам дініне күш қуат берсін. Дұға етейік. Әр түрлі болған ислам дінінде жамандайтын, шабылу жасайтындарға біздің иманымыз бекем болсын, нық болсын. Олардың арбауынан еріп кетпейік, олардың сөздеріне сенбейік. Олардың мақсаты бізді мәңгүрт ету. Бізді Алланың құлынан шайтанды құлына айналдыру. Өйткені, егер сен тәңірші болып кетсең, атеист болып кететін болсаң, атеизмде, тәңіршілікте заңдар жоқ. О жерде арақ ішуге болады, темекі тартуға болады, анаша тартуға болады, направо, налево баруға болады. Поэтому бәрі жақсы көреді ондай нәрсе. А біздің дінде, исламда бәрі не қылған, шектелген, бәрі бір мезгілге қойылған. Алла Тағала разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.